Әбу Жәһил, ол да иманның ата дұшпаны. Қаскөйдің арам ниеті қайтсе де Әзірет Мұхаммедтің көзін жою. Бір күні қауымның ортасында Мұхаммедтің сәждеге басын қойған сәтін аңдып, үстінен түсіп, басын таспен езбесем атым өшсін деп серт беріп, өзінен өзі ойлап тапқан амалына масаттанады. Дәйіс мүшриктері де Әбу Жәһилдің қаһармандығын қолпаштап, қолтығынан су бүркеді. Ертеңіне Әбу Жәһил құшағына өзі зорға көтеретін тас алып, мешітке келеді де, қалтарыста тұрып, оңтайлы сәтті аңдиды. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сәждеге жығылған мезетте ауыр тасты бар пәрменімен жоғары көтеріп, енді тастап жібермек болғанда, сол күйі қимылдамастан қатып қалады. Пайғамбар намазын бітіргенде барып, Әбу Жәһил қайтадан өз қалпына түседі. Бірақ болар болып қойғанды. Ойының күл талқаны шыққан ол, осы ізіңе түскенім түскен, менің қолымнан жан тәсілім берерсің, ақыры, деп ұялған тек тұрмастың кебін киіп, тісін қайрап кете барды. Әбу Жәһил күн сайын пайғамбарға қарсылығын өршітіп жүрген жерінде оны жамандаудан жалықпайды. Бірде тағы да көптің арасында бөсіп отырып, Мұхаммедті сәждеде көрсем, мойнын аяғыммен есіп тұрып, желкесін қиярмын деп көпіреді. Нақ сол кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мешітке келіп қалады. Сонда отырғандардың бірі: «Ей Мұхаммед, Әбу Жәһилдің айтқанын естідің бе?» дейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Аллах сүресін оқыды да сәждеге жығылды. Ел жұрт: «Жаңа ғана тісіңді қайрап отыр едің ғой, күшті болсаң келді ғой, әне Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам» деп шуылдасады. Әбу Жәһил сырғайлана күліп, пайғамбарымызға қарай 2 қадам аттады да кілт бұрылды, өңі өрт сөндіргендей. «Не боп қалды тағы да? Неге кері бұрылдың?» деп көпшіліктің сауалына: «Ойбай-ау, көздерің көр болғаннан саума, Мұхаммедпен екеуміздің арамызда жағылған отты қараңдаршы» деп алды-артына қарамай шыға жөнелді. Мүшриктердің ойлары аяқсыз қала берді. Алла тағала Хабибін, яғни сүйікті құлын пенде атаулының азабынан қалтықсыз қорғады. Мүшриктер иман келтірмегендермен қоймай, исламға, оны таратушы пайғамбарға наразылықтарын шектемей-ақ қойды. Бастары қосылса, бар айтатындары қалайда пайғамбарымызға қиянат жасау, мұсылмандарды мазақ ету, жәбір көрсету жайы. Таң атқаннан кеш батқанша аңдығандары Әзірет Мұхаммед және оның достары. Қағбаның айналасында отырып, алып жексұрын жоспарларын құрып, бас қатыратын. Сондай бір мүшриктер мәжілісінде тағы да Әбу Жәһил суырылып шығып: «Бүгін пәленшенің үйінде түйе сойылды. Сол түйелердің ішек қарнын қан жынымен әкеліп Мұхаммедтің үстіне лақтыра алатын ер бар ма арамызда?» дейді, жерден жеті қоян тапқандай. «Мен істеймін мұны, маған сеніңіздер» деп көңілі қарайған Уқба ибн Әбу Муайт атып тұрып, айтылған бағытқа тұра жөнеледі. Алла елшісі бар ықыласымен Алланың құзырында сәждеге бас қойғанды. Әлгі қарғыс атқыр Уқба қан жынын сорғалатқан күйі жаңа сойылған түйенің ішек қарнын пайғамбардың арқасына тастай салды. Мүшриктер көптен күткен армандарына жеткендей қарқылдасып, қауқылдасып, мәз боп жырғап қалды. Аяулы әкесінің мүшриктердің мазағына ұшырағанын естіген Әзірет Фатима 2 өкпесін қолына алып Әзірет Мұхаммедтің қасына жетеді.
Келген бойда ішек қарынды ала салып, айнала қоршап ыржаңдасып тұрған кәпірлерге қарай бар екпінмен лақтырып кеп қалады. Намазын аяқтаған Алла Расулы: «Ей құдіреті күшті Аллам, мүшриктерді саған тапсырдым» деп дұға етеді. Осы сөйлемді 3 рет қайталаған соң Құрайш азғындарының есімдерін жеке-жеке айтып шығады. Расулуллаға мүшриктердің тағы бір тұзағын Абдулла ибн Әмір былайша әңгімелейді. Бір күні бір топ Құрайш Хижр деген жерде жиналып әңгімені қыздырып отырады. Мәселе баяғы Әзірет Мұхаммед жайлы. Біз осының істегендеріне сабыр танытумен келеміз. Ол ата-бабалар дәстүрін жоққа шығарды. Дінімізді қаралап, бізді ақымаққа санады. Пұттарымызға тіл тигізді. Әлі шыдаумен келеміз. Ау ағайын, қашанғы бұлай бола бермек деп талқыға сала бастаған. Дәл сол сәтте Алланың сүйікті елшісі Қағба маңына келіп қалады. Қасиетті қара тасты сүйіп тауап етуге ыңғайланды. Мұны көрген Құрайштардың бірі қарап отырмай оны сөзбен түйреп қалды. Әзірет Мұхаммедтің ренішін жүзінен аңғардым. Алайда ол үндеген жоқ. Алла Расулы 2 рет Қағбаны айналғанда тағы да ауыр айыптаулар естіді. Қайналысын өңінен байқамау мүмкін еместі. 3 рет қастарынан өте бергенде әлгілер тағы да балағаттай бастағанда Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям: «Ей Құрайштар, кейін естімедік деп жүрмеңдер. Рахман һәм рахымды Алланың атымен ант етемін, түптің түбінде ниеттеріңнен тауып азапқа душар боласыңдар» деді. Құрайштардан ләм-мим сыбыс шықпады. Сәл үнсіздіктен соң баяғы Әбу Жәхил орнынан атып тұрып: «Ей Мұхаммед, сау-саламат тұрғаныңда бұл жерден кеткенің мақұл» деді, көңілін аулағысы келген сыңаймен. Алла Расулы ұзай берді. Ертеңіне Құрайштар Хижр деген жерде тағы да жиналды. Мен де солардың арасында отырғанмын. Тағы да өз араларында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям жайлы айтып отырып ұстасып қалды. Ау Мұхаммедтің сөзінде өзінде көріп, естіп талқыға салғалы қашан. Бірақ өзімен бетпе-бет кездескенде ешкім батылы жетіп оған қарсы шыға алмайтыны несі, деді біреуі тұрып. Енді көрсем жағасына жабыспасам ба, деді екіншісі күшейіп. Солай деуі мұң-ақ екен. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям шыға келді. Құрайштар салған жерден пайғамбарымызды қоршап алып: «Сен біздің дінімізді жамандап түкке алғысыз еткеніңді қашан қоясың? Әлде көресіңді көрмей, көрге кіргің келмей жүрме?» деп бас салып дөмпештей бастайды. Оқиғаны сырттай көріп қалған біреу жүгірген бойда Әзірет Әбу Бәкірге хабар береді. Әбу Бәкір зымыраған күйі төбелес болып жатқан жерге келеді. Көз жасын тыя алмаған ол келе салысымен мүшриктерге дүрсе қоя береді. «Алладан табыңдар, нақұрыс өңкей бұларың не? Құдайдан қорықсаңдар қайтеді? Рабым Алла деген үшін өлтірмексіңдер ме?» Пайғамбарымыз байсалдылығын жоғалтпаған қалпында: «Босқа шаршама, әзіз достым. Бұлардың жазықсыз жерде жаба шектіруінің соңы жақсылыққа апармайды. Алланың атымен ант етемін, ақыры қайыр болмайды» деп күрсінді де қойды. Құрайштар пайғамбардың сөздерінен тіксініп, үріккен күйі бет-бетімен тарап кетті. «Жаратушым Алла,
деп халықты ұлы хақиқатқа шақырған үшін Құрайыштың бүлікшілері оқтын-оқтын айналып келіп соқтығуларын қоймайды. Сондай-ақ жүрек сыздатарлық оқиғаның бірі пайғамбарымыз Қағбада намаз оқып жатқанда өтті. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сәждеге жығылғаны сол еді. Бұзақы Уқба ибн Әбу Муайт мысықша басып жанына келді де пайғамбарымызды алдын ала дайындап келген кендірмен қылғындырып өлтірмекке әрекеттенді. Дәл осы мезетте Әзірет Әбу Бәкір келіп қалады да қанішердің қолын қағып жібереді. Сол кезде Перғауын әулетіне жататын, алайда өзінің иманын жасырып келген бір мүмин, сонда сендер кісіні һәм өздеріңнің раббыларыңнан ап-айқын дәлелдермен келген адамды Раббым Аллам деп айтқан үшін өлтірмексіңдер ме? Егер ол өтірікші болса, онда өтірікшінің кесірі өзіне тиеді. Ал егер шыншыл болса, онда оның сендерге уәде еткен нәрселерінің жоқ дегенде бір парасының бастарыңа келері сөзсіз. Расында Алла шектен шыққан. Өтірікші қабілеттілерді орынды пайдаланбай зиян қылушы, кәззапты әсте тура жолға салмайды деп шектен шыққан залымдарды жазғырды деген аятты оқыды. Мумин сүресі 28 аят. Әбу Жахил мен Уәлид ибн Мұғира бастаған Мағзум руынан шыққан қаныпезер мүшриктер кеңесе келе Әзірет Мұхаммедті өлтіруге белдерін бекем буады. Көзі қан талаған Уәлид ибн Мұғира бұл жолы Алла елшісін көзін жоюға өзі білек сыбанады. Қанды пиғылын жүзеге асыру үшін ең оңтайлы сәтті Әзірет Мұхаммедтің намазға тұрған кезін таңдайды. Сақадай сайланып пайғамбарымызға жақындайды. Бірақ ғажапқа қараңыз, Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам сұлбасы көзіне бір көрініп, бір көрінбей көлбеңдейді. Алайда артына жалтақтаумен Уәлидің басы айналады. Мүшриктердің біреуі сеніп, біреуі сенбей топырлап мешітке келеді. Жаратқан ие жар болды деген осы. Мүшриктер тобы мен Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам даусы естілген тұсқа ілгерлесе, пайғамбардың даусы арттарынан естіледі. Бұрылып кейін жүрсе, Құран әуені әдепкі тұстан естіліп, әбден мең-зең болады. Ақыры мешіттің ішінде ілгері кейін жүрумен шаршап, түк түсінбей тарады.